Бар ya сондай. Қарасаңыз, Алла Тағала Құранда не дейді? Өзіне өзі зұлымдық істеуде шектен шыққан менің құлдарыма айт дейді. Алланың рахметінен үміттерін үзбесін, күдерін үзбесін дейді. Қарасаңыз, ана бізде кейбір кісілер айтады ғой, 700 жыл, 80 жыл жаңағы атеистікте өмір сүріп, не дейді? Болды, енді біз сонша күнә істедік, өзі біледі күнәһар екенін. Сонша күнә істедік, енді бізді Алла кешіреді дейсің бе деген сияқты үмітін үзіп қояды да. Осындай жүректерді Алла Тағала қалай оятады жаңағы сөзбен қарасаңшы, күдеріңді үзбе дейді да. Не дейді? Қолыңды жайып, Раббым деп, Раббыңа жүзіңді бұрсаң болды. Алла бүкіл күнәларды кешіріп жібереді дейді. Ағайындар, сіздің күнәнің үлкен кіші деп, ол біз есептейміз да олай. Бүкіл адамдардың күнәларын алып ше, Алла Тағаланың мейірімінің жанына қойсаң ше, шопаққа да татымайды да ол. Алланың мейірімі шексіз ғой. Қаласа Алла бүкіл күнәларды кешіреді. Шарты тек қана қолыңды жайда, Раббым кешір де болды. Басқа еш нәрсе керек емес. Қарасаңыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір күні бір қария келіп айтады: "Ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, мен сондай күнәлар істегем. Ешқандай адам ондай күнә істеген емес. Өте үлкен күнәлар істеген. Енді мен тәубе етсем, Алла мені кешіре ме?" Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Алла кешіреді" дейді. Ана кісі, қария кісі қуанғаннан ля иляха иллаллах деп секіреді ғой орнынан. Сөйтеді да қайтадан сұрайды: "Ал егер қайталап қойсам ше, бірақ қайттан кешірім сұрасам?" Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кешіреді." Анау кісі қуанып, бұрылып кетіп қалады. Кетіп бара жатып тоқтап қалады да қайттан бұрылып айтады: "Ал егер тағы да қайталап қойсам ше, бірақ кешірім сұрасам?" Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кешіреді" дейді. Анау кісі айтты, сұрап жатыр: "Сонда Алла Тағала кешіріп жалықпай ма?" Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сіз кешірім сұрап жалықпасаңыз болды, Алла кешіріп жалықпайды" дейді. Жігіттер, проблема мынау ғой. Қараңыз, 60 жыл, 70 жыл күнә жасаңыз, тәубе етсеңіз, Алла кешіреді. Бір жақсы жері, қанша күнә істесеңіз де, тәубе етсеңіз, Алла кешіреді. Бірақ бір жаман жерін айтайын. Сіз қашан ажал келетінін білмейсіз да. Ажалдың қай күні келетінін білмейміз. Сол үшін бізге тәубені ертең қалдыруға болмайды, жігіттер. Тәубені бүгін істеу керек. Өйткені ертең сенің өмірің бар ма, жоқ па? Ажал көлігі кесе болды, мінесінде кете бересің. Ол тоқтатпайды, күттірмейді ол нәрсе. Саған келіп, кешіріміңді сұрап ал. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Жан алқымға келгенінше тәубелер қабыл болады" дейді. Бірақ жігіттер, ажал келіп, өлім періштесін көрген кезде тәубелер қабыл болмайды. Ол кезде бәрі иман келтіріп тәубе етеді. Фирғауын да ол кезде тәубе еткен. Кәпірлер де ол уақытта өлім періштесін көрген кезде тәубе етеді. Бірақ ол тәубе пайда бермейді, жігіттер. Өмірдің барында, денсаулығың барында тәубе ету керек, жігіттер. Рас, енді кейбір кісілер бүйтеді: "Біздің күнәміз жоқ қой" дегенде кісілер бар да. Ағайындар, шынымен кейбір адамдарға ауыр тиіп кетпесін. Егерде кім мен пәкпін десе, не болмаса менің күнәм жоқ, мен күнә істемеймін десе ше, ол не періште, не шайтан. Неге? Өйткен періште шынында да нұрдан жаратылған. Нәпсі жоқ, күнә істемейді ол. Шайтан лағнет, ол күнәсін еш уақытта мойындамайды да. Екеуінің біреуі жаңағы адам. Қараңыз, Алла Тағала Құранда не дейді? Үш-ақ сөзбен біздің кім екенімізді қалай түсіндіреді? Хулиқал инсана даифа. Адам баласы әлсіз, ұмытшақ жаратылған. Қарасаңыз, әлсіз. Біз күнәнің алдында әлсізбіз. Біз күнәдан өз-өзімізді тоқтата алмаймыз біз ше. Келеді, қалай істегеніңді білмейсің да жасап қоясың. Ұмытшақ, сіз күнә істейсіз. Отырып тәубе етесіз: "Алла кешірші мені." Бүгін кешірім сұрап отырсыз да, ертең қайталайсың, қайттан барып ұрынасың да соған. Неге? Біз ұмытшақпыз. Алла Тағала айтып жатыр, бұл адам баласы ұмытшақ, әлсіз жаратылған деп жатыр да. Алла Тағала
күнә істемейтіндерді емес, тәубе етушілерді жақсы көреді. Сол үшін ағайындар, тәубе етейік, көп кешірім сұрайық Алладан, адамдардан кешірім сұрайық. Не дейді? Адамға рахмет айтпаған Құдайға шүкіршілік ете алмайды дейді. Адамдарға да кешірім сұрап, рахмет